Кайырлы күн достар, сіздерге өте дәмді печеньені дайындап көрсететін боламын. Үйдегі бар заттармен дайындасаңыздар болады. Жұмыртқа қосылмайды. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Ерекше дәмі. Ең алдымен біз осындай бір ыдысымызға үйде ерітілген сары майымызды алып, оның үстінен бір жарты стакандай сұйық майды құйып, үстінен сахарный пудра 1 стакан, кукурузный крахмал 1 стакан, және 1 стакандай ұнымызды қосып, разготель және де ванилинімізді қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Ұнымызды жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр болғанша қоса беретін боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтындай жұмсақ болуы керек. Енді осылай жайып алып, үстінен вилканы алып, үстіне сызып шығатын боламыз. Осылай біздің декорымыз осындай. Өздеріңіз қалаған формада жасасаңыздар болады. Енді осыны кесіп алатын боламыз. 4-5 бөліктерге бөліп аламыз да ары қарай пісіретін боламыз. Мінекей достар, бұл ештеңе жақпайсыздар, жұмыртқа да жақпайсыздар, жұмыртқа да қоспайсыздар. Осылай біздің печеньеларымыз пісіп дайын болады. Үстінен сахарный пудраны, суыған соң сахарный пудраны сеуіп жібересіздер. Мінекей достар, менің печеньем дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді, бір жегенде аузыңда еритін печенье болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.